Құрметті тыңдарман, қиссамызды бастамас бұрын арнамызға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ғайса пайғамбар қиссасы. Ерлі-зайыпты Ханна мен Амран екеуі бір балаға зар болып жүреді. Ханна күні-түні дұға жасап Құдайдан бала тілейді екен. Жасы біразға келіп, енді үміті үзіле бастағанда Құдайға былай деп уәде береді. Егер маған бала берсең, мен оны сенің жолың атайым, Байт-әл-Мұқаддасқа берем дейді. Ұзамай Амран қайтыс болды. Ханна қыз босанды. Сәбиге Мариям деп есім берді. Олардың тілінде бұл атау Құдайды зікір етуші және Құдайға қызмет етуші деген мағына береді екен. Бірақ Ханна қатты уайымға салынды. Өйткені қыз туамын деген ойына да кіріп шықпаған еді. Енді Құдайға берген уәдесін орындай алмайтын болды. Байт-әл-Мұқаддаста әйелдер қызмет етпейді. Қайғысы әсер етті ме екен, әлде денсаулығы сыр берді ме, әйтеуір көп ұзамай Ханна да өмірден өтті. Мариям жетім қалды. Ханнаның Құдайға деген адалдығы туралы хабар жұртқа жайылып, төңіректегі дін ғұламалары Мариямға таласады. Дауды шеше алмаған соң білім сайысы ұйымдастырылып, оны Закария пайғамбар жеңіп шығады. Закария Мариямды үйге алып келді. Әйел екеуі кішкентай қызды мәпелеп бағып, әдет үйретіп, еңбекке баулып, жақсы тәрбие берді. Өсіп қалған кезде Әл-Ақса мешітінен арнайы орын беріп, Құдайға құлшылық етуіне мүмкіндік берді. Оған тамақ пен сусынды пайғамбар Закарияның өзі әкеліп тұрды. Закария қашан келсе де Мариямның алдында мезгілден тыс жемістер тұратын еді. Жазды күні қыстық жеміс, қыста жазғы жемістер самсап тұрады. Мұның бәрі қайдан келді деп сұраса, Мариям Құдайдың сыйы деп қана жауап беретін. Закария әбден қартайған соң Мариямға күтім жасауды басқа біреуге табыстау керек болады. Бұл міндет ағаш ұстасы Жүсіпке артылды. Жүсіп өте тақуа жігіт еді. Оның үстіне Мариямға туыстығы бар екен. Жүсіп Мариямды өз қамқорлығына алып, қызын күткенде асырайды. Жүсіп Байт-әл-Мұқаддаста қызмет ететін. Мариям да шамасына қарай сол мешітке қызмет етіп жүреді. Екеуі бірге мешітке су әкелетін. Бір күні Мариям суға жалғыз кетті. Үңгірге кіріп, бұлаққа ыдысын тоса бергенде, үңгірге адам бейнесіндегі Жебірейіл келеді. Ол Мариямға ұл сыйлау үшін келіп тұрғанын айтты. Мариям қорқып кетіп, Құдайдан көмек сұрады. Сол кезде Жебірейіл оның өзінің періште екенін, Құдайдың бұйрығымен келіп тұрғанын айтты. Мариям сонда да сеніңкіремей, мен тұрмысқа шыққам жоқ, әрі еш уақытта ар-ұяттан аттамадым, енеше менде қайдан ұл болады деп сұрады. Жебірейіл Құдайдың құдіреті шексіз екенін, оның қандай да бір шарттарға тәуелді еместігін айтты. Сөйтіп Мариямға таяп келіп, жеңін үйірледі. Құдайдың құдіретімен еркек кіндіктінің қатысуынсыз Мариямның жатырына шикі ет бітті. Мариямның жүктілігін естіген соң ел арасында неше түрлі өсек тарап, жұрт дүрліге бастады. Кім көрінген Мариямды айыптап, ұрсып, сөге берді. Жүсіп оны қорғап қалу үшін барын салды. Бірақ жүктілігі рас екенін білген соң, оның да салы суға кетті. Ол да Мариямға келіп, жерге дән екпесең егін шыға ма? Жауын жаумаса орман көгере ме деп сұрады. Әуел баста ешбір дән жоқ еді. Құдайдың құдіретімен жер беті жасыл желекке айналмады ма? Құдай жаратпаса, ол дән қайдан келді? Деді Мариям. Мұны естіген Жүсіп сабасынан түсті. Бірақ жұрт өсегі тоқтамай, ақыры патшаның құлағына жетті. Патша Мариямды жазалауды бұйырды. Бұл уақытта Закария қарттық жеңіп төсек тартып жатқан еді. Мариямның басына күн туғанын естігенде орнынан тұрды. Мариямға қос атпен шаһардан қашырып жіберді. Мариям жапан далада қалжырап келе жатып, қураған бір ағаштың түбіне келіп ентігін басты. Сол ағаштың түбінде Ғайса дүниеге келді. Мариям қатты шөлдеді. Су іздемекке бел байлап, аттап ет, табаны тиген жерден бұлақ шықты. Шөлін қандырып болған соң қарын ашты. Қараса қураған ағаш жеміс салып тұр екен. Осылайша аналы балалы екеуі ас ішіп күш жинады. Мариям бір үңгірге кіріп жасырынды. Ол жалғыз қылтанақ шөпті тістеп, соның нәрін сорып жата берді. Алла құдіретімен сол шөптің бойына құнарлы азық пен бал татыған су бітірді. Мың дерттің шипасын берді. Мариям суық үңгірде жатса да ауырмады. Кейіннен ол шөп Мариям шөбі деп аталды. Бірақ ол ілуде біреудің ғана көзіне шалынады екен. Оның қасиетін білген тасбақа аузына көлденең тістеп, ұзақ күндік сапарларды шаршамай талмай жүріп өтеді екен. Әрі қарнын ашпайды. Шөл далада да сусап өлмейді. Тасбақаның ұзақ жасайтын сыры да осы шөптің қасиетінде екен. Бөпесі қырқынан шыққан соң Мариям қалаға қайтып келді. Жұрт оны қаумалап терге бастады. Әке-шешең түзу адам еді, сен қайдан шыққан азғынсың? Баланы кімнен таптың деп сұрақ қалды. Мариямның аузы берік еді. Мұндайда ол сөйлемейтін. Бір қолын көтеріп,
баланың өзінен сұраңдар деп ишарат қылды. Бұған олар одан бетер ашуланды. О заманда бұл заман жаңа туған нәресте сөйлеуші ме еді? Бұл бізді мазақ қылып тұр деп айғайлады. Сөйтіп Мариямды таспен ұрып өлтіруге дайындалды. Сол кезде Құдайдың құдіретімен сәбиіне тіл бітіп, шешесінің күнәсіз екеніне куәлік берді. Ғайса 30 жасқа келгенде оған пайғамбарлық қонды. Бір Құдайды дәріптей бастады. Науқастарды емдеді. Өлікке жан бітірді, зағиптың көзін ашты. Бір күні Ғайса пайғамбар бір топ балықшыға кезігеді. Олар Ғайсаға: «Әй Ғайса, сені елші дейді, сол рас па?» деп сұрады. Ғайса: «Иә, мен пайғамбармын» деді. «Пайғамбар болсаң, керемет көрсетші, елші екеніңе сенейік. Мұғжиза тек Алланың қалауымен болады. Иман келтірсең, керемет көрсетем. Қызық үшін сұрасаң, кесірі ұрады» деді. Балықшылар: «Бізді таңғалдырсаң, дініңе кіреміз, елші екеніңді мойындаймыз» деп уәде берді. Ғайса: «Қандай керемет көрсетейін?» деді. Бірінші балықшы балықты көрсетіп: «Мынаның аузынан құс шығар, денесі жүнсіз болсын, аузына дем сал, көз алдымызда ұшсын» деді. Екінші балықшы: «Құстың тұмсығы болмасын, басы қойдан аумасын, тістері болсын, бірақ шөпте етте жемесін, қорегі қан болсын» деді. Үшіншісі: «Құлағы есектің құлағына ұқсасын, бірақ естімесін, көзі болсын, бірақ көрмесін, аяғы болсын, бірақ жүрмесін» деді. Төртіншісі: «Құстың емшегі болсын, бір емшегінен сүт ақсын, екіншісінен су ақсын, өз емшегін өзі сорсын» деді. Бесінші: «Құстың қанаты кеменің желкеніндей болсын, бірақ суда жүзбесін» деді. Алтыншы адам: «Құс жұмыртқа баспасын, толғатсын, тусын» деді. Жетіншісі: «Әй Ғайса, жаратқан құсың мен сияқты шықылдап күлетін болсын» деп оттай салды. Ғайса балықтың аузынан бір құс шығарып: «Сұрағандарың осы ма?» деп балықшыларға лақтырып жіберді. Түрі сиықсыз, аузында тісі салбыраған, екі құлағы, екі емшегі бар мақұлықты көргенде олардың зәресі ұшты. Құсты жерге тастай салып: «Елші екеніңе сендік, мынаның қарасын жылдам құрт, түрін еткен қорқынышты» деді. Ғайса: «Алла күн» деп әмір бергенде жарылмайтын зат жоқ. Қанша жерден қиялмен қиындатсаң да, ұлық Алла қиыннан қиыстырады. Ол сондай шебер Алла» деді. «Ау, бұл зәремізді ұшырады ғой, көрген адамның жүрегі жарылып өлер» деді балықшылар. «Ендеше тек түнде ұшсын, адамға көрінбесін» депті Ғайса. Жарғанат осылай балықшылардың қиялынан туыпты. Ғайса пайғамбар жолда жатқан бір қу басты көріп, оның иесімен тілдескісі келді. Алладан: «Уа жасаған, мына қу басқа тіл бітір, кім екен білейін» деп сұрады. Алла қу басқа тіл бітірді. Ғайса: «Әй қу бас, еркексің бе, әйелсің бе? Жайыңды баянда» деді. «Затым ер, бір заманда Шам шаһарының патшасы болдым» деді қу бас. «Патша болсаң, неге алтыннан мазарың жоқ? Сүйегің неге шашылып жатыр?» «Ей Ғайса, өлген соң патшада бір, пақырда бір екен. Қабірстанда мазарыңа ешкім қарамайды. Ел жұрты, ұрпағы еске алып соңынан дұға жолдайтын аруақтың ғана жағдайы жақсы болады екен. Бұл күйге қалай түстің?» «Мен Шам шаһарының патшасы едім, менен бәрі қорқатын. Айтқаным өтіп, атқаным тиіп тұрды. Даңқым жер жарды. 100 000 құлым, 4 000 уәзірім болды. Мыңдаған тазы жүгіртіп, жүздеген сұңқар салдым. Жеңбеген жауым, алмаған қамалым қалмады. Халқыма әділ болдым. Оларды тойындырдым, сән салтанатқа қарық еттім. Бір күні аңнан келе жатып, жас тоқалымның үйіне түстім. Шәй үстінде бір мүсәпір қайыр сұрап босағада тұрды. Тоқалым тырысқан соң қабағына қарап мүсәпірді қуып жібердім. Ертесіне үстіме жара шығып, бүкіл денемді басып кетті. Барлық емші балгерді алдырттым. Ем қонбады, шипа да дарымады. Ажал сағаты соқты. Әзірейіл де жетті. Түрі сұсты екен. Табаннан тартып, шыбын жанды мұрнынан суырды. Жан шығарда көз алдыма баяғы қайыршы келді. Кеселдің неден келгенін сонда бірақ түсіндім. Өкіндім, бірақ кеш еді. Ертесінде қабірге қойылдым. Көрге 2 періште кірді. «Ей бейсақ, не жинағаның бар?» деп сұрады. «Зәулім сарайымды, мал-мүлкімді көрсете алмадым. Дүние мүлік пәни жалғанда ғана сес екен. Бар жасаған игі амалымды, сауап садақамды алдарына тостым. Олар таразының бір басына қайыр садақамды, екінші басына қайыршының наласын салды. Кісі наласы ауыр тартты. Екеуі 2 аяғымнан сүйреп тозаққа тарта жөнелді. Мен олардан: дүниеде халыққа көп жақсылық жасадым. Талай малымды елдің игілігіне жараттым. Не үшін сауабы жеңіл тартты? Алланың әділдігі қайда деп шыңғырдым. Олар: иә, жақсы істерің көп екен, бірақ салмағы жоқ. Себебі көпке көмегін тигенмен
көп ішінде мақтанып айтыпсың. Сол істерің үшін нәпсің мақтау тілеп бодау дәметіп тұрады екенсің. Міндетсінген мінезің сауап істерің салмағын жойған деді. Ақырында мақтаншақтықтың кесірінен тозақтан бір-ақ шықтым деді қу бас. Ғайса, 7 тозақты көрдің бе? Кімдер жатыр деп сұрады. Біріншісі Аужа деген тозақ. Онда бақытсыз пенделермен таныстым. Хақтың іліміне, Алланың пайғамбарына мойынсұнбаған залымдар ішінде толып жатыр. Олар Аужада мәңгі бақи зар илеп иттей ұлып тұр. Екінші Шақыт деген тозақ. Шақыт кедейдің малын ұрлаған баукеспелер мен зиянқор арсыздарға арналған. Олар қанды көлде мәңгі бақи тұншығып жатады. Үшіншісі Нақбыр деген тозақ. Ол ата-анасын, аға қарындасын, туған бауырларын сыйламайтын тасбауырлардың мекені. Төртіншісі Рысат. Онда кісі бағын көре алмаған күншілдер, жақсыға жала жапқан өсекшілер азап тартады. Олардың тілдерін отқа қариды. Бесіншісі Ләзид. Ол жеке басының рахаты үшін елді алдап, арам байыған 200 діндарларға арналған. Алтыншы Катим деген тозақ. Ол шұңқырда жалған айтып, пара алған әкімдер мен адамды нақақ соттаған қазылар мен момынға қиянат қылған залымдарға қамалыпты. Жетіншісі Жаһаннам. Ол басынан сөз асырмайтын тәкаппарлар мен момынның көңілін қалдырған, мүсәпірді жәбірлеген адамдарға арналған тозақтың түбі екен. Мені сонда тастады. Содан бері астымда от, жегенім шоқ, ішкенім қанды ірің деп жылап қоя берді. Ғайса қу басты аяп, «Уа Аллам, рұқсат етсең мына қу басты қайта тірілтейін, қателігін түсінді, жаңа өмір бастасын» деді. Алла рұқсат етті. Қу бас тіріліп адамға айналды. Ғайса, енді қалай өмір сүресің деп сұрады. Ол, өле-өлгенше тірі жанға қуаныш сыйлаумен өтем, елге риясыз қызмет етем депті. Сайтанның саудасы. Бірде Ғайса 10 қашыр мен 5 есекке жүк артқан Іблісті көрді. «Әй Ібліс, қайда асықтың?» деді. «Базарға. Не апара жатырсың?» «10 қашыр мен 5 есекке артқан жүгім бар. Жүгің тым көп екен, сатып үлгересің бе?» «Менің тауарымның қаны жерге тамбай тұр, пышақ үстінен сатылып кетеді». «Сонша қат болатындай не қылған зат ол?» «Бір есекке өтірікпен жалғанды арттым, екінші есегіме айламен қулық сұмдықты теңдедім. Үшінші есектің сандығында зорлық зомбылық жатыр. Енді біріне күншілдік артылған. Талтайып жүре алмай келе жатқан мына есегіме тәкаппарлық пен өзімшілікті арттырдым. Менің ең тез сатылатын тауарым осылар». Ғайса күліп, «Бұларың киер киім не ішер ас емес, оларды кім алады?» деді. «Сенбесең бірге жүр, өз көзіңмен көресің» деді Ібліс. Екеуі базарға келді. Базардағы жұрт Іблістің керуенін тағатсыздана күтіп отыр екен. Ібліс, «Базар әлі қызбапты, қазір бұл базардың саудасын қайнатам» деді де тауарларын шығара бастады. Жұрт ең бірінші өтірікке бас салды. Ібліс ақшаға батты да қалды. Екінші қанарда ашылды. Одан қулық сұмдық, мекерлік пен айла шықты. Алып сатарлар таласып қалды. Кейбірі сол жерден шыға бере үстіне баға қосып қайта сатты. Ібліс ақшаны қабына тоғыта берді. Күншілдік пен іштарлықты күтіп тұрған жұрт үшінші қанарға жабысты. Бұл тауарға көбіне абысын ажыны мен көрші қолаңмен бақталас қатын қалыштар үйір екен. Олар да бағасына қарамады. Сұраған ақшасын лақтырып тауарды талап алды. Әкім қаралар зорлық зомбылық салынған қаптарды қашан ашады деп күтіп тұр екен. Ібліс қаптың аузын ашқанша олар бірін-бірі таптап кете жазады. Ақшасын тіпті алтынмен төлеп барлығын сатып алды. Ібліс Ғайсаға қарап, «5-ші қапта ең қымбат тауар жатыр» деді. Ғайса, «Онда не бар?» деп сұрады. «Онда тәкаппарлық пен өзімшілдік жатыр. Оны кім алады? Қуыс кеуде, сауатсыз өмірде жолы болмаған дарынсыз, кеудесі нас надандар осы тауардың құлы» деді. Дегенше 5-ші қапта ашылды. Тауар сыртқа шашылды. Кілең қуыс кеуде надандар лап берді. Тауардың бағасы сол жерде қымбаттап бара жатса да, алушы азаймады. Керісінше жетпей қалып, арты талас төбелеске ұласты. Мына сұмдықтан шошынған Ғайса, «Әй малғұн, тауарың бітті ме?» деп дауыстап жіберді. Ібліс, «Жоқ, 10 қашыр жүк әлі ашылған жоқ, оны да күтіп отырған бір қауым ел бар» деді. «Онда не бар? Қазір көресің» деп қашырдағы жүгін түсірді. Онда бос сөз, дарақы күлкі, даңғаза той, мәнсіз әзіл, сауық сайран, өсек аян, мақтаншақтық, ысырапшылдық, жағымпаздық, еріншектік, жалқаулық, салақтық бәрі толып жатыр екен. Әп сәтте алушы жұрттың қарасы да көбейіп кезекке тұрды. Ғайса жағасын ұстап,
Ібліс сенің тауарыңа қызықпайтын адам бар ма деп сұрады. Өкінішке орай ондайлар да бар деді. Кімдер? Жүрегі таза момындар, мен оларды еш қызықтыра алмадым деп күрсінді ібліс. Ғайса базардағы жұрт үшін Құдайдан кешірім тіледі де жүрегі таза момындарды іздеп базардан шығып жүре берді. Өлі риза болмай, тірі байымайды. Бір күні Ғайса моланың жанынан өтіп бара жатып, қабірдегі аруақтарды көрді. Олар жиналып, жақсы сұхбат құрып отыр екен. Ішінде бір аруақ басы салбырап, көңілсіз отырды. Ғайса, сенің неге көңіл күйің жоқ? Басқалар бүгін шат-шадыман отыр ғой деді. Олардың ұрпақтары ата-аналарын есіне алып дұға жасады, садақа таратты. Мені ешкім есіне де алмады деді. Ғайса, артында тұяқ қалып еді деді. Бір балам бар, бірақ оның жағдайы жоқ деді. Ғайса ол баланы іздеп табады. Ол бір асханада ыдыс жуады екен. Ғайса оған: о дүниеде әкеңнің ахуалы нашар. Әкеңе дұға жасап артына садақа бер деді. Ұлы, шамам жетпейді, күн көрісім қиын деді. Бір амал жаса. Ұлық Алла ниетке береді. Итке жуынды берсең де садақа ата деп Ғайса кеңес берді. Ұлы садақа бермекке ниет етті. Ол сол күні кешке асханада қалған қиқым қалдық пен жуындыны жинады. Аулада жатқан қотыр итке тамақ берді. Ит тойған соң аспанға қарап ұлыды. Біраз уақыт өткен соң Ғайса моладағы аруақты тағы көрді. Бәрі шат-шадыман екен. Ғайса бұрынғы аруаққа: бауырым, жағдайың түзелді ме деді. Иә, менің де соңымнан қайырлы дұғалар жетті. Ұлым бір итке садақа беріпті. Иттің разылығынан Аллахым маған риза бол. Мейірімді Алла менің де ақымды толтырып берді. Ұлыма дән ризамын деді. Осыдан соң ұлының да ісі алға басып, жағдайы түзеліпті. Өлі риза болмай, тірі байымайды деген сөз осыдан қалған екен дейді. Дұғаның шарапаты. Бір күні Ғайса келе жатып, жолдың жиегіндегі моланы көреді. Уа жаратқан, бұл мола кімдікі деп сұрады. Жаббар Хақ: бір бақырдың моласы деп жауап берді. Мұның ақиреттік халі қандай? Тірісінде құлшылық пен сауаптан мақұрым болған. Тек өлейін деп жатқанда кәлимаға тілі зорға келді. Апырай, онда жағдайы қиын шығар. Мен тірілтіп түрін көрсем бола ма деп рұқсат сұрады. Рұқсат деді Алла. Ғайса дұға қылып еді, өлік моладан тіріліп тұра келді. Қараса, сымдай тартылған сымбатты көркем жігіт екен. Бетінен нұры тамып тұр. Ғайса түсінбей: уа жасаған, мына адамды құлшылық пен сауаптан мақұрым болған сорлы деп едің? Мынаның бет әлпетінен пейіштің лебі есіп тұр ғой деді. Сонда Алла: бұл бақырдың моласы жол үстінде жатыр. Өмірде ғапыл болғанымен жанынан өткен кеткен адам дұға етіп бет сипайды. Жиі оқылған дұғалардың шарапаты оның жатқан жерін жайлы етті. Жанын менің нұрыммен шомылдырды депті. Ғайсаның әкесіз тууы рационалистер үшін сын пікірдің нысанына айналса, қазіргі ғылым үшін еш жаңалық емес. Әкесіз дүниеге сәби әкелу ғылымның қалыпты жетістігіне айналды. Медицина дамығанға дейін Мариямның әкесіз бала табуы рационалистер тарапынан сынға ұшыраған. Қиссадағы бұл оқиға бейнебір Мариямның өзін-өзі ақтау үшін ойдан шығарған керемет сияқты қабылданатын. Бірақ дін ғұламалары кез келген мұғжиза болашақта болмай қоймас бір жаңалықты меңзеп тұр деп болжаған. Мысалы, Ғайса пайғамбар ем жоқ дертті жазып шығады. Бірақ бұл мұғжизасы заман өте келе қалыпты жағдайға айналды. Қазіргі медицина бұрын жазылмаған ауруларды емдеп жатыр. Ғайса пайғамбар өлген адамды тірілтіп мұғжиза көрсетіп еді, қазіргі медицина оның да емін біршама тапты. Комаға кеткен адамды қайта тірілту, ішкі ағзасын жасанды аппаратпен ауыстырып, адамды арғы әлемнің есігінен қайта әкелетін тәсілдің түр-түрін жетілдірді. Қазір Мариям анамыз сияқты нақты бір еркек адаммен жұғыспай-ақ бала көтеру жаңалық емес. Түрлі себепке орай тұрмыс құра алмаған кей қыздар пробиркада ұрықталған мембрионды жатырына қондырып ұрпақ сүйе алады. Жалпы Мариям оқиғасының этикалық қыры және бар. Тарих кезінде неше түрлі зұлматтар бола береді. Соғыста ер адамдар жаппай қырылады. Содан соң ел ішінде әртүрлі себеппен некесіз туатын балалар көбейеді. Уақыт өте келе олар да қоғамға сіңіп қалыпты өмірге араласады. Осы арада қауіпті бір нәрсе бар. Ол ел жұрттың әлгі балаларды некесіз туған деп кемсітуі. Құран осындай келеңсіздіктің жолын кесу үшін Ғайсаны әкесіз туғызған. Осыдан келіп, әкесіз деме, Ғайсаға тілің тиет, жетім деме, Мұхаммедке тілің тиет, сақау деме, Мұсаға тілің тиет, жалғыз деме, Құдайға тілің тиет деген тәмсілдер ел ішіне тарайды.